Жақсы, ары қарай. Мына жерде жазылған желі дегеніміз не дегенге компьютерлер тобы мен басқа құрылғылардың бірігуі дейді. Компьютерлер тобы мен басқа құрылғылар дейді. Басқа құрылғылар дегенде тағы не болуы мүмкін ол? Ол ұялы телефон болуы мүмкін. Теледидар. Спутник жата ма? Спутник ол бізге, спутник ол бізге интернет таратушы құрылғыға жатады. Спутниковый система, спутниктен біз қандай, қазір мынау 5 түрін қарастырамыз, соның ішінде қайсысын алатынымызды көреміз спутниковыйдан. Жақсы. Компьютерлер тобы мен басқа құрылғылардың бірігуі деген балалар. Компьютер, жаңағы айтып отырған, дұрыс айтасыңдар. Телефон, планшет болсын, ол әртүрлі ақпараттық құрылғылар, коммуникациялық, ақпараттық коммуникациялық техникалар деп айтамыз ғой. Оның ішіне сосын сервер деген бар. Серверді естулерің бар ма? Сервер. Сервер. Міне, осылардың арасында байланыс орнайды. Осыны біз арасындағы байланысты желі деп айтамыз. Желілердің 5 түрі бар. Яғни жаңа құрылғылар бір-бірінен байланысады дедік қой. Осылардың байланысының өзінің 5 түрі бар. Ол бірінші дербес желілер, пан деп айтады, яғни жеке аймақ желісі. Ол мен қазір мынау 5 түрін уровеніне қарай, ауқымдылығына қарай орналастырып қойдым. Бірінші ол дербес желілер, собственный желі деп те айтады оны. Өзіңнің кішігірім өзіңнің компьютерінің арасында даже соны желі қылып қою мүмкін бір компьютерді. Одан кейін жергілікті желілер деген бар. Локальный сеть деп айтады ғой. Локальный сеть өзі аты айтып тұрғандай. Жергілікті бір жерде қолданылады. Ол қалай жүзеге асады? Жергілікті желіде бір-біріне жалғанған компьютерлер арасын мынандай көргенсіңдер ме Шнурды? Қандай Шнур бұл? Бұл ұмытып қалдым, апай. Қандай Шнур? Бір құрылғыдан екінші құрылғыға байланысты. Так, мына жерде Wi-Fi роутерға қосылады ма? Сен даусың кішкене ғыжырлап естіліп жатыр. Кішкене микрофонды алыста ұстайсың ау деймін. Аружан? Бұл Wi-Fi роутерға қосылатын шнур емес па? Wi-Fi роутерға да қосылады. Жоқ, ол көп заттарға қоса береді. Екі затты бір-біріне жағып тұратын антенна. Бір құрылғыдан екінші құрылғыға арналған. Бұны LAN шнур деп атайды балалар. LAN шнур. LAN шнур деп атайды, естеріңде болсын. Бұл бізге жергілікті желілер, оны LAN деп атаймыз, local, яғни local деген сөзден шыққан. Осы жергілікті желіні жасауға жаңағы желілер бір-бірімен байланысу керек қой, олар связь болу керек арасында. Осы LAN шнурлар арқылы жасаймыз. Мысалы, бұл шнурлар әр компьютерлерге жалғанатын жері бар. Компьютерлеріңді қарасаңдар, мысалы менде қазір ноутбукта да бар жанында. Ол компьютерлерде бар бұл LAN шнурды жалғайтын жер. Енді бізде компьютер кабинеті бар, сендер көрдіңдер, сол жерде байқасаңдар 12 компьютер тұр. Барлық 12 компьютерге сол кабинеттегі бір нүктеден келеді. Желінің точкасы келеді. Сол точкадан барлық 12 компьютерге бұлай LAN шнурлармен жалғанады. Демек, ол жердегі біздің компьютер кабинетіндегі қандай желі болып тұр? Жаңағы LAN. Жергілікті желі. Жергілікті желі болып тұр. Сонда
Біздің бір кабинеттегі компьютерлеріміз жергілікті желіде өзара байланысқан. Яғни біз ол 12 компьютердің арасында, ладно, бізге Қазақтелеком интернетті бермей қойса да, интернетті. Бірақ жаңағы шнурлар бір жерден, бір нүктеден бәрі бір-біріне жалғанып тұрғандықтан, біз оларды байланыстыра аламыз. Біз олардың арасында ақпаратпен алмаса аламыз. Жергілікті желілер осындай. Ол не только біздің мектепте, компьютер кабинетінде, оны бұрынғы кезде, мысалы, Қазақтелекомнан интернетті тарту қиын болған, әсіресе ауылдық аймақтарда. Сол кезде бір-бірімен байланыстыру үшін осындай жергілікті желілерді пайдаланған бір заведениялар. Мысалы, бізде қазір қатты дамыған ғой, бір базамен, база данных, естіген шығарсыңдар, бір база данныхпен бірнеше адам жұмыс жасайды. Бірнеше адам сол бір базаға мәліметтерді салу керек болады. Мысалы, больница дейік. Больницада бір ауылдың адамдар келеді. Сол больницаға оның терапевт толтырады, ол адамның данныйын, гинеколог толтырады, жаңағы детский врач толтырады деген сияқты. Әр врач сол адам туралы мәлімет толтырып отыру керек. Енді олардың барлығы бір жерде жинақталып тұру үшін, олар бір основной сервер жасайды. Основной сервер. Соған басқа қалған барлық врачтардың жаңағы несін, компьютерлерін жергілікті желі етіп жалғайды. Әр врач серверде тұрған бір документке қол жеткізе алады, аша алады өзінде, және соған өзінің данныйларын енгізе алады. Дәл сол документте басқа врачты аша алады, оған врачтың толтырғаны көрініп тұрады, балалар. Дәл сол документ ашады ғой енді. Ол өзінікін толтырады, өзінікін. Солай интернет жоқ кезде солай қолдануға болады. Жақсы, ары қарай. Дербес желіні айттық, ол бір ғана компьютер, екі компьютер болуы мүмкін. Осылай, одан ауқымдырақ жергілікті желі болады. Кейін бір ұйым қалалық желілер дейді. Қалалық желілерге нені жатқыза аласыңдар? Бір ұйым қалалық желілер. Қалалық бір. Жергілікті. Жергілікті ол жаңағы айттық оны. Ланшылармен байланысады, бір заведенияда болады ол. Қалалық желілер, мысалы, балалар жазады осы туралы. Провайдерлер деген бар ғой қазір. Әр провайдер өзінің сетьтарын, желілерін алып кеп қояды. Неге, мысалы, бір жерде активтіңкі жақсы ұстайды да, сеть бір жерде жақсы ұстамайды. Демек, актив провайдер жаңағы бір жерде қойған, екінші жерде өзінің жаңағы антеннасын қоймаған. Мына жердегі қойылғандар осы желіге байланысады. GSM дейді ғой, жаңағы GSM телефондағы мобильный интернетті GSM интернет деп айтады. Сол интернетке біз жалғанамыз. Демек, ол қалалық желі болып саналады. Қалай енді ойлаңдар? Біз сонда бір қалаға ғана есептелген антеннадан қосылып тұрмыз мобильный интернетпен. Бірақ бізге тек қана осы қаладағы ғана доступны емес қой информациялар. Бізге бүкіл әлемдегі доступны. Ол қалай деп ойлайсыңдар? Спутник арқылы не волналар келгендіктен жан-жақтан. Сондықтан біз бүкіл әлемнің жаңалықтарын біле аламыз. Сонда біздің бір қалалық желіміз айналып кетеді, сонда жаһандық желіге. Ауқымды желілер арқылы таралады. Ауқымды желі дегеніміз жаңағы спутник.
спутниктен келеді, әр антеннаға береді сетті. Ауқымды желіден бір ұйымдық қалалық желіге өтеді. Бір ұйымдық қалалық желіге біз жалғанамыз, ол дербес желі болып саналамыз біз, ол кезде. Сөйтеміз да дербес желі қайтадан міне бір-бірімен связаны, бұл жерде айтқым келіп отырған. Дербес желі жалғанады қалалыққа, жаңаға бір қалада қойылған активтің мысалы антеннасына, ол активтің антеннасы спутникке жалғанып тұр. Сондықтан мына жақтағы дербес желіге бүкіл мәлімет болғанда балалар, осы жаһандық желіге орналасқан мәліметтер ғана бізге доступны болады. Ал енді бұл GSM, яғни мобильный интернетке байланысты, дәл осындай кәдімгі Ethernet дейді, біздің LAN шнурлары арқылы жалғаймыз да, өзіміздің компьютерлерімізді LAN шнурлары арқылы жалғасақ, бұл LAN шнурлар бір точкадан мысалы үйге келеді, үйге немесе мектепке. Ол жердегі нүкте, соответственно, осы одан үлкен ауқымдырақ желіге жалғанады. Ол ауқымдырақ желіге интернет, жаңа спутниковый интернетке жалғанады. Осылайша бізге LAN шнурлар арқылы өзіміздің компьютерімізде интернетке қол жеткізе аламыз. Желінің ауқымдылығы туралы, уровеньдер туралы түсінікті болды ма, балалар? Қалай біз жеткізіп отырмыз қолымызды интернетке? Түсінікті. Сеттен түсінікті барлығы. Яғни бұл жерде уровеньмен бір-біріне байланысып осы желілер, желі ол біреу ғана болмайды, получается. Ол желі кеңеюі мүмкін. Дербес желіден бір адамнан. Біз бір адам жалғанамыз қалалық желіге, қалалық желі жалғанады ауқымды, яғни жаһандық желіге. Осылай біздің желі, компьютерные сети, жалпы сеть осылай устроены, осылай қалыптасқан. Мына жерде тағы да бір мен клиент-сервер туралы айтқым келген еді. Қазір уже бізде уақыт болды. Уақыт оқыды. 12:35-те бастадық. Жақсы, онда сендердің кітаптарында бірінші тақырыбында клиент-сервер туралы жазылған ба? Ашып қараңдаршы. Менде қазір арман болмайды. Желілік компоненттер туралы. Именно клиент-сервер туралы. Жазылған ба? Жоқ па? Жоқ сияқты. Былай жасаймыз. Балалар, көп үй тапсырмасын бермеймін. Бағаланасыңдар осы сабақтың үстінде, жақсы ма? Арасында қажет уақытында ғана бағалау, сабақтың үстінде жүргізілмеген уақытта үй тапсырмасын беремін, тапсырмалар. Сол арқылы бағалаймын. Мына жерде енді жеке жұмыс дейді. Қарап көрейік, желіге қосылған компьютерлердің мүмкіндіктері қандай? Түсіндік. Желі ара қатынасы деген не? Қалай олар бір-бірімен қатынасады, түсіндік, желіде ақпарат алмасу қандай жүзеге асады? Былай жасайық, менде 14 адамның есігі бар қазір сендердің группаларындағы. Мен сол 14 адамды 3 топқа немесе 4 топқа бөлемін. Сөйтіп тақырып беремін. Сол 3-4 адам бір-бірімен бірігіп, келесі сабаққа дейін сол сұраққа немесе тақырыпқа жауап беріп келесіңдер. Жақсы ма, дайындалып? Келесі сабақта зуммен қосылған кезде сол топтан бір адам немесе 2 адам соған жауап береді. Қорғайсыңдар, былайша айтқан кезде. Жақсы ма? Енді сендерге ол тақырыпты интернеттен аласыңдар, кітаптарынан аласыңдар, материалдар берем. Сондықтан осы жерге келген кезде сендер қалай дайындалып келдіңдер, соған қарай бағалаймын. Топ бойынша бағалаймын.
Қате жерлерің болса түзейміз, талдаймыз басқа топпен. Жақсы ма? Жақсы, онда мен чатқа жіберем, WhatsApp-қа. Сұрақтарың болмаса, барлығы түсінікті болсын. Сау болыңдар. Тоқтай тұрыңдар. Шыққанда белгілеп алайын. Белгілеп алайын, тоқтай тұрыңдар. Аружан Аханова, Алмаз бар, Амирхан, Ақбота Казиола. Мына жерде жазылған аттарың сол ғой, да? Адилжан, Алижан, Тамирис. Жақсы, мен принципін жасап алдым, участниктерді болды. Жақсы, сау болыңдар. Сау болыңыз. Сау болыңыз. Сау болыңыз.